Абайдың 13-ші қара сөзі. Иман деген Алла Табарака Уа-Тағаланың шәрексіз, ғайыпсыз бірлігіне, барлығына уәхар, неге бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам арқылы жіберген мойынсұнып инанмақ. Енді бұл иман дерлік инануға екі нәрсе керек. Әуел сол істеген иманымызға өзіміздің хақымызды және де сол өзімізге деген беріктігімізді білсек керек. Ал екіншісі осы молдаларға оқытылып, осы молдалардан ақыл тыңдап, молдаларға оқытылып, бір сөзбен айтқанда иманды болуға тырысқан адам болуға тырысса керек. Енді иманды адам ол осы біреу өлтірем деп қорқытса адам, және де мың адам мың түрлі іс көрсетсе де, біреу оны қорқытып зорласа адам, тағы да басқа да осындай қиыншылықты көрсетсе де, соған да беріктік көрсетіп, ешқайсысына жеңілмей осылай келген адам нағыз иманды адам. Ал енді осы иманды білмейтін, бір сөзбен айтқанда, осы беріктік көрсете алмайтын осыларға, және де я азғырғанға, я алдағанға, я бір пайдаланғанға, я осы қараны ақ деп, ақты қара деп, я осы шындықты өтірік деп, өтірікті шындық деген адамды не дейміз? Құдай Тағаланың өзі сақтасын. Мұндай әрнешіктерді төбеде екі түрлі нәрсе күтіп тұр. Мына қылыш арасында серт жоқ деген жалған мақалды қуат көріп, осы мақалды қолдайтын пенделердің жүздері құрып кетсін.